Сәлем достар, сендермен Berrypix. Бүгін біз ағылшын тілінен өте оңай сөздерді жаттайтын боламыз. Ал егер сендер дайын болсаңдар, кеттік. Ja, kеттік. Бүгін бізге негізі өтетін сөздерімізді көрсетіп кетейін. Бізде бүгін egg деген сөзден аяқталатын сөздерді жаттаймыз. Бұлар өте оңай сөздер, және сіз мысалы сөзді ақтарған кезіңізде осындай сөздерді іздеу арқылы жаттасаңыз керемет болады. Себебі бұндай сөздер сіздің тіл байлығыңызды көбейтуге де атсалысады. Bir жағынан өздері жеңіл айтылатын болады. Міне бастаймыз. Ең бірінші біздегі сөз bake деген сөз. Bake сүру деген мағына білдіреді. Қазақша аударғанда cake, keks, lake, көл, sake деген кезде бұл сөзді, сіз sake деп оқып қалуыңыз мүмкін, бірақ бұның екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы, егер сіз sake деп оқитын болсаңыз, ол үшін деген мағына білдіреді. Сол үшін, сол себеп үшін, біреу үшін деген мағынада қолданады. Бұл жай ғана көмекші сөз. Ал егер де sake деп жазылып тұрып, sake деп айтылатын болса, онда ол шарап деген мағынаны білдіреді. Осыны ұмытпаңыздар. Осы екі мағынада білдіреді, және екі түрлі айтылады. Бірдей жазылғанымен екі түрлі айтылады. Одан кейінгі сөзіміз take деген сөзді көбісі білуі мүмкін. Бұл етістік, алу деген етістік. Bir нәрсені алу, кітапты алу, решкені алу деген мағынада. Make деген сөзді көп білеміз. Бұны біз көбінесе қалай білеміз? Біз бұны зат белгілерден көреміз. Қандай да бір затты, мысалы, жай ғана мысалы мынау зарядчиктің өзінде make деп тұрады. Бұның өткен шағы тұрады, make in China деп, made in China деп тұрады. Соның өткен шағы бұл жасау деген мағынаны біледі. Make деген жасау, make up деген жасандыру деген мағынада білдіреді. Сондай кете береді, бұның фразалықтары көп, сондықтан бұны іздесеңіздер шыға береді. Take де дәл солай, бұның да фразасы көп. Take on, take up деген сөздер бар. Одан кейін fake дегенде өте қарапайым сөз, бұл жалған деген мағынаны білдіреді. Fake person деген бар. Fake person дегеніміз ол жалған бүркеме адам деген мағынаны білдіреді. Wake, ояну. Бұл етістік қана, ояну деген мағынаны білдіреді. Біз бұның екінші негізі бұны wake қолдана бермейміз. Немесе біз get up қолданамыз. Get up деген сол тұру деген мағынаны білдірсе, wake up деген ол ояну деген мағынаны білдіреді. Осы екеуін шатастырмаңыздар. Негізінде бірақ ағылшын көбінесе get up қолданады. Бүгінгі біздің осы сөздігіміз аяқталды. Осындай сөздер жаттасаңыздар, сіздер тез жаттай білесіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Berrypix. Біздің каналға Тіркеліңдер.